Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. 52 жастам. Бірақ дәл сол күні өмірімнің астан кестеңі шығатын білген жоқпын. 38-дегі күйеуімнің досына болмайды деп айта алмадым. Айгүл асүйдің терезесінің алдында үнсіз тұрды. Шілденің аптап ыстығы болса да, үйдің іші салқын көрінді. Үлкен үйдің іші бос. Балалар баяғыда бөлік кеткен. Бірі Алматыда, бірі Астанада. Немерелерінің суреттері ғана қабырғада ілулі тұр. Телефонның экранына қайта-қайта қарады. Бүгін оның туған күні еді. 52-ке толды. Таңертеңнен бері қызы мен ұлы ғана құттықтап үлгерген. Қызы бейне қоңырау шалып, немерелері «Туған күніңізбен әже» деп ән айтып берді. Сол сәтте көңілі көтерілгендей болған. Бірақ күйеуінен бір ауыз сөз естімеді. Серік таңғы 7-де жұмысқа кеткенде. «Кешке кешігем» деп қысқа ғана айтып шығып кеткен. Туған күні екенін ұмытқандай. Айгүл мұндайға соңғы жылдары үйреніп кеткен. Бірақ бүгін ішіне бір нәрсе қатты батты. 30 жыл бірге тұрған адамның туған күн ұмытуы соншалықты қиын ба? Өзіне өзі күбірледі. Кешкі сағат 7-лер шамасында есіктің қоңырауы соғылды. Айгүл асығып барып ашты. Есіктің алдында Серік тұр екен. Жанында ұзын бойлы, еңселі, қаратары ер адам күлімдеп тұр. Айгүл, таныс бол. Бұл Арман. Бұрын бірге жұмыс істеген досым. Айгүл басын изеді. Келіңіздер. Арман қолындағы торт пен гүл шоғын ұсынды. Туған күніңіз құтты болсын. Айгүл аң-таң болып қалды. Серік гүл де әкелмеген. Ал бөтен адам туған күнін ұмытпапты. Рахмет. Серік аға жұмыстан шыға алмай жүргенде туған күніңіз екенін айтып қалды. Жолай соғып өтейін дедім. Айгүл еріксіз жымиды. Өте ыңғайсыз болып тұр. Ыңғаясыз ештеңес жоқ. Әпке, қуанышты күнді гүл сыйлау қалыпты нәрсе ғой. Серік үнсіз аяқ киімін шешіп жатты. Дастархан басында әңгіме қысып кетті. Арман өте ашық адам екен. Бір оқиғаны айтып бәрін күлдіріп отыр. Айгүл де еріксіз күліп жіберді. Серік таңырқап қарады. Соңғы кезде әйелінің осылай күлгенін көрмеген еді. Айгүл әпке, сіздің палауыңыз керемет екен. Қарапайым ғана ғой. Жоқ, үйдің дәмі білініп тұр. Айгүл жүрегінде әлдебір жылы сезім пайда болған байқап қалды. Бұл сөзді оған ешкім көптен бері айтпаған. Торт желініп болған соң Арман орнынан тұрды. Мен қайтайын. Айгүл есікке дейін шығарып салды. Арман кетерінде, бір нәрсе айтайын ба? Иә? Сіз күлімдегенде жасыңыз мүлде білінбейді екен. Айгүл не айтарын білмей қалды. Арман күліп, жарайды, жақсы, кеш болсын, деп кетіп қалды. Есікті жапқан соң Айгүл айнаға ұзақ қарады. Шынымен бе? Шашының арасындағы ағарған талдарды сипады. Бетіне жақындап қарады. Әжімдері анық көрінеді. Өзін еш қашан сұлу санамаған. Бірақ дәл қазір әлдекім оның әйел екенін есіне салғандай болды. 3 күн өтті. Серік сапарға кетті. Үйде Айгүл жалғыз қалды. Кешке қарай кенет бүкіл үйдің жарығы сөніп қалды. Ей, мұнансын несі? Қалқанды ашып көрді. Түсінбеді. Көршілердің үйінде жарық бар. Өзінікін ғана өшкен. Электрик шақырайын десе, кеш болып кеткен. Сол кезде телефон шыр етті. Экранда Серік. Алло? Жарық өшті ме? Иә. Арманды жіберіп жатырмын. Электрден хабар бар. Айгүл сәл тосылды. Қажет жоқ шығар. Қазір барады. Телефон үзіліп кетті. 15 минуттан кейін есік қағылды. Арман қолында құрал сайманы бар сөмкемен келіпті. Кеш жарық. Келіңіз. Серік аға айтты. Арман қалқанды ашып, сымдарды тексере бастады. 5 минут өтпей ақ. Болды. Үйдің жарығы қайта жанды. Ой, рахмет. Ештеңе етпейді. Айгүл шай ұсынды. Уақытыңыз болса, бір кесе шай ішіп кетіңіз. Егер қарсы болмасаңыз. Екеуі ас үйде үнсіз шай ішіп отырды. Үнсіздікті Арман бұзды. Жалғыздық қиын шығар. Айгүл күрсінді. Балалар өскесін үй тым тыныш болып кетеді екен. Кейде адамның жанында біреу болса да, өзін жалғыз сезінеді. Айгүл оның сөзіне бірден жауап бере алмады. Өйткені бұл дәл өзінің қазіргі өмірі еді.
Арман орнынан тұрды. Мен кетейін. Есіктің алдына келгенде кенет артына бұрылды. Айгүл әпке? Иә? Егер бірдеңе керек болса, кез келген уақытта хабарласыңыз. Ол қалтасынан кішкентай қағаз шығарып, аяқ киім сөресінің үстіне қойды. Телефон нөмірім. Айгүл ештеңе демеді. Арман күлімсіреп сыртқа шығып кетті. Есік жабылды. Үй қайтадан тым-тырыс болып қалды. Айгүл баяу ғана қағазды қолына алды. Онда бір ғана жазу тұр еді. Арман. Және телефон нөмірі. Айгүл оны жыртып тастауға қолын созды. Бірақ белгісіз бір сезім тоқтатты. Қағазды үнсіз ғана алжапқыштың қалтасына салып қойды. Сол түні ол ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Жастығына басын қойған сайын, аяқ киім сөресінің үстінде жатқан кішкентай қағаз есіне түсе берді. Арман. Телефон нөмірі. Бірнеше рет орнынан тұрып, әлгі қағазды қоқысқа тастамақ болды. Бірақ қолы бармады. Не болып барады өзіме? Өзін-өзі жазғырып, қайта жатты. Ертеңінде таңертең үйдің тірлігімен айналысты. Еден жуды, кір жуды. Түскі ас дайындады. Бірақ ойын басқа нәрсе бөліп тұрды. Кейде өзі де байқамай қалтасындағы телефонға қарап қояды. Ешқандай хабарлама жоқ. Неге күтіп отырмын? Өзіне ашуланды. Кешкі 4-тер шамасында телефон дірілетті. Бейтаныс нөмір. Айгүл бірден аша қоймады. Бірнеше секундтан кейін ғана экранды басты. Сәлеметсіз бе, Айгүл әпке? Мен Арман. Кеше бәрі дұрыс болды ма? Жарықтағы өшкен жоқ па? Айгүл ұзақ ойланып отырды. Жауап бермей қояйын. Бірақ саусақтары өздігінен қозғалып кеткендей болды. Жоқ, бәрі дұрыс. Рахмет. Жауап бірден келді. Қуаныштымын. Бар болғаны екі сөз. Бірақ әлгі екі сөздің өзі Айгүлдің көңілін көтеріп жібергендей болды. Келесі күні тағы хабарлама келді. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Айгүл бұл жолы тезірек жауап қайтарды. Одан кейін тағы. Әңгімелері ұзара бастады. Алғашында тек ауа райы, кейін жұмыс, балалар, өмір. Арман жақсы тыңдай білетін адам екен. Айгүл бір нәрсе айтса, сөзін бөлмейтін. Тіпті кейбір нәрсені Серікке де айтпаған еді. Арман сұрады. Серік аға, бұрында осындай тұйық па еді? Айгүл экранға ұзақ қарап отырды. Содан кейін ғана жазды. Жоқ, бұрын мүлде басқа адам болатын. Өзгеріп кеткен шығар? Иә. Ал сіз өзгердіңіз бе? Бұл сұраққа жауап жазу қиын болды. Бірнеше минуттан кейін ғана, меніңше, иә, деп жіберді. Аптаның соңында Серік іссапардан оралды. Бірақ бұрынғы қалпы, үйге кірді, тамақ ішті, теледидар қосты, телефонын ақтарды. Жұмыста бәрі дұрыс па? Иә. Шаршаған шығарсың? Иә. Әңгіме осымен бітті. Айгүл үнсіз ғана дастарханды жинап жүрді. 30 жылда әңгімеміз осы 3 сөзге ғана қалып па? Іші удай ашты. Келесі күні кешке Арман тағы жазды. Ренжімесеңіз, бір нәрсе айтайыншы? Айта беріңіз. Сіз соңғы кезде күліп жүрсіз бе? Айгүл таңғалды. Неге сұрадыңыз? Өйткені сіздің хабарламаларыңыздың өзі мұнды көрінеді. Айгүл телефонды бір шетке қойып жіберді. Көзінен жас шығып кеткен өзі де байқамай қалды. Соңғы рет біреу оның көңіл күйін қашан сұрап еді? Бірнеше күннен кейін Арман тағы хабарласты. Ертең қалаға барам. Иә? Егер уақытыңыз болса, бір кофе ішіп сөйлессек қайтеді? Айгүлдің жүрегі тарс ете қалды. Ол бірден жоқ деп жазғысы келді. Бірақ жаза алмады. Телефонды жауып қойды. 1 сағат өтті, 2 сағат өтті. Арман қайта жазған жоқ. Түнде Айгүлдің өзі хабарлама ашты. Қай жерде? Арман бірден жауап берді. Сағат 3-те, қаланың шетіндегі шағым кофеханада. Егер келмеймін десеңіз де, ренжімеймін. Ертеңінде Айгүл шкафтың алдында ұзақ тұрды. Қай көйлегін киерін білмеді. Ақанда көптен кимеген көгілдір көйлек алды. Шашын реттеп, аздап иіс септі. Айнаға қарап, өзі таңғалды. Мен не үшін дайындалып жатырмын? Кофехана адам аз жер екен. Арман орнынан тұрып қарсы алды. Келгеніңізге рахмет. Көп отырмайым. Әрине. Екеуі терезе жанындағы үстелге жайғасты. Алғашында аздап ыңғайсыздық болды. Бірақ көп ұзамай әңгіме өздігінен өрбіді. Балалық шақ, балалар, өмір. Арман кейде әзіл айтып, Айгүлді күлдіріп қояды. Айгүл өзі байқамай 1 сағаттың қалай өткенін сезбей қалды. Яше есеп шотта келді. Айгүл сөмкесіне қолын созғанда, Арман: бүгін мен төлеймін.
Жоқ, болмайды. Бір кесе кофе үшін рұқсат етіңіз. Айгүл үндемеді. Кофеханадан бірге шықты. Күн еңкейіп қалған. Көлікке қарай келе жатқанда Айгүл сүрініп кетті. Арман оны құлатпай ұстап қалды. Абайлаңыз. Айгүл тепе-теңдігін түзегенше Арман оның қолын жібермеді. Екеуінің көздері түйісті. Бірнеше секунд. Ешкім сөйлемеді. Сосын ғана Айгүл қолын ақырын тартып алды. Рахмет. Арман жай ғана жымиды. Кейде адамның қолынан емес, жалғыздығынан ұстағың келеді екен. Айгүл не дерін білмеді. Жүрегі бұрын соңды болмағандай дүрсілдеп кетті. Дәл сол сәтте көшенің арғы бетінде бір көлік тоқтап, ішіндегі адам олардың дәл осы сәтін ұялы телефонына үнсіз түсіріп тұрғанын екеуі де байқамады. Таңертең оянса да, кешке ұйықтаса да, ойына Арман келе беретін болды. Өзін тоқтатқысы келді. Бұл дұрыс емес. Ол Серіктің досы. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді екен. Серік соңғы кездері бұрынғыдан да тұйық болып кеткен. Кешке үйге келеді. Теледидарының алдына отырып алады. Кейде тамақты үнсіз ішіп, бір ауыз сөз айтпастан ұйықтап қалады. Бір күні Айгүл шыдай алмай: «Серік, біз соңғы рет қашан бірге серуендедік?» Серік иығын көтерді. «Есімде жоқ. Есіме түсіруге тырысып көрші. Қазір оның не керегі бар?» Айгүл үнсіз қалды. Сол түні тағы жылады. Бірақ бұл жолы Серік оның жылағанында байқамады. 2 күннен кейін Арман хабарласты. «Көңіл күйіңіз қалай?» Жақсы. «Өтірік айтып тұрсыз. Айгүл еріксіз күліп жіберді». Неден байқадың? «Сіз жақсымын деген кезде әрқашан нүкте қоясыз. Ал шын көңілді болсаңыз, смайлик жібересіз». Айгүл телефонға ұзақ қарап отырды. Ол мені осынша байқап жүр ме? Күндер өте берді. Хабарламалар көбейді. Бір күні Арман: «Сізбен сөйлеспеген күндерім ұзақ болып кетеді», деп жазды. Айгүл жауап жазбай қойды. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Соңында өзі: «Бұлай жазбаңыз», деп жіберді. Арман бірден жауап берді. «Неге?» «Дұрыс емес». «Несі дұрыс емес?» «Мен тұрмыстамын». Арман біраз үнсіз қалды. Содан кейін: «Мен сізден ештеңе талап етіп отырған жоқпын. Тек сізбен сөйлескен ұнайды», деп жазды. Айгүл тағы үнсіз қалды. 1 аптадан кейін Арман қоңырау шалды. «Айгүл әпке». «Иә». «Үйде жалғызсыз ба?» «Иә». «Мен жақын маңдамын». «Сонда?» «Bir шай ішіп кетсем бола ма?» Айгүлдің жүрегі дүрсілдей жөнелді. «Жоқ», деп айту керек еді. Бірақ «Келе беріңіз» деген сөз еркінен тыс шығып кетті. Телефонды қойған соң өзіне өзі ашуланды. «Мен не істедім?» Жарты сағаттан кейін Арман келді. Қолында жеміспен тәтті. «Құр қол келгенді ұнатпайын». Айгүл жымиып алды. «Әуре болыпсыз». «Бұл әуре емес». Ас үйде шай ішіп отырғанда әңгіме тағы ұзаққа созылды. Арман өзінің ажырасуы туралы айтты. Кейде үйдің іші толып тұрса да, адам өзін жалғыз сезінеді екен. Айгүл күрсінді. «Иә». «Сондықтан мен сізді түсінем». Бұл сөз Айгүлдің жүрегіне тиді. Өйткені оны ешкім бұрын түсінем деп айтпаған еді. Кенет далада жаңбыр құйып кетті. Найзағай жарқылдап, жаңбыр шелектеп жауды. «Осындай жаңбырда қалай қайтасыз?» «Бәсендегенше күтейін». Екеуі қонақ бөлмесіне өтті. Жаңбырдың дыбысы ғана естіледі. Үй тым-тырыс. Арман орнынан тұрып, қабырғадағы ескі суреттерді қарап жүрді. «Мынау балаларыңыз ба?» «Иә». «Бақытты отбасы сияқты көрінеді». Айгүл ащы жымиды. «Суретте бәрі бақытты көрінеді». Арман оған бұрылып қарады. «Ал шын өмірде ше?» Айгүл жауап бере алмады. Көзінен жас ашып кетті. Арман ақырын ғана жақындады. «Жыламаңыз». Айгүл көз жасын сүртпек болғанда, Арман оған орамал ұсынды. «Рахмет». «Сіз өте көп нәрсені ішіңізге жинап алғансыз». Айгүл енді өзін ұстай алмады. Бәрін айтып берді. Жылдар бойғы өкпесін, жалғыздығын, ұмытылған туған күнін, балалардың кеткенін, Серіктің салқындығын. Арман үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме біткен соң ол жай ғана: «Сіз мұндай өмірге лайық емессіз», деді. Айгүл алғаш рет өзін біреу шынымен тыңдаған сезінді. Жаңбыр басылды.
Арман кетуге жиналды. Есіктің алдына келгенде екеуі де үнсіз қалды. Мен кеткенім дұрыс шығар. Иә, бірақ еш қайсысы есікті ашпады. Арман Айгүлге қарап тұрды. Бір нәрсе айтсам бола ма? Айгүл үндемей басын изеді. Мен сізге бейжай қарай алмаймын. Айгүлдің демі ішіне тартылды. Арман, айтпай жүре алмадың. Үйдің іші тып-тыныш. Сыртта жаңбырдан кейінгі салқын самал ғана сезіледі. Айгүл: бұл дұрыс емес, деп сыбырлады. Білем, сен Серіктің досысың. Білем. Онда неге? Арман бір қадам жақындады. Өйткені жүрек кейде ақылға бағынбайды. Айгүл кейін шегінбеді. Арман оның қолынан жай ғана ұстады. Айгүл қолын бірден тартып ала алмады. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сол сәтте дәл есіктің қоңырауы қатты безілдеп қоя берді. Екеуі де селк ете түсті. Айгүлдің өңі бозарып кетті. Бұл Серік емес пе? Арман да үнсіз қалды. Екінші рет қоңырау соғылды. Айгүл жүрегі атқақтап барып есікке жақындады. Терең дем алып, тұтқаны жайлап басты. Айгүлдің жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұрды. Есіктің қоңырауы үшінші рет безілдеді. Арман үнсіз орнынан тұрды. Егер Серік аға болса... Үндеме! Айгүлдің даусы дірілдеп шықты. Ол есікке баяу жақындап, көздеуіштен қарады. Терең дем алды. Серік емес. Арман да жеңіл күрсінді. Есіктің ар жағында көрші әйел Зәуре апай тұр екен. Айгүл есікті ашты. Қызым, кешір, қант бітіп қалып еді. Бір кесе қант бар ма? Бар, әрине. Айгүл ас үйге кіріп кеткенде Арман есік жақта үнсіз тұрды. Зәуре апай ішке көз жүгіртіп алды. Қонағың бар екен ғой? Иә, күйеуіңнің досы. Электр желісін қарап берген. Зәуре апай ештеңе демегенмен жүзінен күмән байқалды. Қантты алып, рахметін айтып шығып кетті. Есік жабылған соң Айгүл орындыққа отыра кетті. Азақ қалдық. Арман басын изеді. Енді мен кеткенім дұрыс. Иә, бұл жолы ол шынымен кетіп қалды. Сол кештен кейін Айгүл өзін кінәлі сезіне бастады. Үйдің әр бұрышына қараса да, Арман отырған орын көз алдына келе берді. Мен не істеп жүрмін? Өзіне жауап таба алмады. Транспортинг күн өтті. Арман хабарлама жібермеді. Айгүл де жазбады. Үнсіздік екеуіне де ауыр тиді. Үшінші күні кешке телефонға қысқа ғана хабарлама келді. Кешіріңіз, бұдан бұлай мазаламайым. Айгүл ұзақ қарап отырды. Жүрегі біртүрлі шым ете қалды. 5 минуттан кейін өзі жауап жазды. Неге? Жауап бірден келді. Себебі сіздің көзіңіздегі қорқынышты көрдім. Айгүл экранды жауып қойды. Бірақ жарты сағаттан кейін қайта ашып, кездесейік, соңғы рет сөйлесейік, деп өзі жазып жіберді. Сертеңінде олар қала шетіндегі саябақта кездесті. Күн бұлт деді, адам аз. Екеуі үнсіз біраз жүрді. Ақыры Арман тоқтады. Айгүл, мен сені қиын жағдайға қалдырғым келмейді. Бұл жолы алғаш рет сіз емес, сен, деді. Айгүл соны байқап қалды. Бірақ сен ойламай тұра алмайын. Арман, мен күнде өзіммен күресіп жүрмін. Айгүл үнсіз күндап тұрды. Мен Серік ағаны сыйлаймын, бірақ саған деген сезімімді жоққа шығара алмаймын. Айгүлдің көзінен жас сырғып кетті. Мұның соңы жақсы болмайды. Білем. Онда неге тоқтамаймыз? Арман жауап бере алмады. Олар қоштасып жатқанда, саябақтың арғы жағында тұрған бір ер адам телефонын көтеріп, тағы да екеуін суретке түсірді. Бұл жолы анық. Екеуі қатар тұрған сәт. Екеуі оны байқамады. Кешке Серік үйге әдеттегіден ертерек келді. Қабағы қатулы. Үндеместен киімін ауыстырды. Тамақ ішпеді. Телефонынан көз алмады. Айгүлдің мазасы қаша бастады. Бірдеңе болды ма? Жоқ. Жұмыста мәселе бар ма? Кейін сөйлесеміз. Осы 4 сөз үй ішін мұздай суытты. Түнгі 11-ге қарай Серіктің телефонына хабарлама келді. Белгісіз нөмір. Экранға бірінен соң бірі 3 сурет шықты. Бірінші сурет кофеханадан бірге шыққан Айгүл мен Арман. Екінші сурет саябақта қатар тұрған сәттері. Үшінші сурет
Арман Айгүлге қарап тұрған кез. Суреттердің астында бір ғана сөйлем жазылыпты. Досына сеніп жүре бер. Серік ұзақ уақыт үнсіз отырып қалды. Жүзі сұп-сұр болып кеткен. Айгүл оның телефонынан не келгенін көрер ме еді, бірақ күйеуінің өзгергенін бірден сезді. Түн ортасында Серік балконға шығып кетті. Қолында телефон. Белгісіз нөмірге қайта қоңырау шалды. Бірақ ешкім көтермеді. Ол қайтадан суреттерге қарады. Сосын көзін жұмып ауыр күрсінді. Таңертең Айгүл оянғанда Серік үйде жоқ екен. Ас үй үстелінде бір жапырақ қағаз ғана жатты. Онда қысқаға ғана жазу бар еді. Бүгін кешке ешқайда шықпа, үйде бол. Екеуміз сөйлесеміз. Айгүлдің қолындағы қағаз дірілдеп кетті. Ол не болғанын әлі білмейтін, бірақ бір нәрсенің аяқталғанын жүрегі сезіп тұрды. Бүгін кешке ешқайда шықпа, үйде бол. Екеуміз сөйлесеміз. Ол мұндай жазуды Серіктен бұрын соңды көрмеген. Телефон соқты. Серік емес, Арман. Айгүл біраз қарап тұрды да тұтқаны көтермеді. Бір минуттан кейін тағы қоңырау шалды. Тағы көтермеді. Соңында Арман хабарлама қалдырды. Бәрі дұрыс па? Айгүл қысқа ғана жауап жазды. Енді маған жазба. Хабарлама оқылғанмен жауап келген жоқ. Кешкі сағат 7. Есіктің ашылған дауысы естілді. Серік үнсіз кірді. Әдеттегідей емес. Қабағы қатулы. Көзінің асты ісіп өткен. Ол күртешесін шешіп, үстелдің басына барып отырды. Кел. Айгүл қарсысына жайлап отырды. Бөлме іші тып-тыныш. Серік телефонын үстелдің үстіне қойды. Мынаны танып отырсың ба? Экранда сурет ашылды. Кофехананың алдындағы сурет. Айгүлдің жүрегі зу ете қалды. Екінші сурет. Саябақ. Үшінші сурет. Арманның Айгүлге қарап тұрған сәті. Айгүл үнсіз қалды. Айтатын сөзің бар ма? Серіктің дауысы өте баяу шықты. Серік, мен сұрақ қойдым. Біз не? Айгүлдің көзіне жас келді. Ештеңе болған жоқ. Серік ащы күліп жіберді. Ештеңе болмаған адам осылай жасыра ма? Тыңдашы. 30 жыл бірге тұрған әйелінді тыңдамайтын күнге жеткен екенін. Айгүл көз жасын тыя алмады. Мен сені алдағым келген жоқ. Бірақ алдадың. Сен бірақ нәрсеге жауап бер. Серік тіке қарады. Оны жақсы көресің бе? Бұл сұрақты Айгүл күтпеген еді. Ол бірден жауап бере алмады. Дәл сол үнсіздік бәріне жауап болып кетті. Серік басын төмен түсірді. Бірнеше минут ешкім сөйлемеді. Кенет Серік ауыр күрсінді. Білемісің? Айгүл үнсіз тыңдап отырды. Мен де саған адал болмадым. Айгүл селк ете қалды. Не дедің? Соңғы 4 жылда Серік сөзін аяқтай алмай қалды. Менің басқа әйелмен араласқанымды мойындаймын. Айгүлдің көзі шарасынан шықты. Не? Саған айтуға батылым жетпеді. Айгүл орнынан атып тұрды. Сонда сен? Иә. 4 жыл? Иә. Айгүлдің аяғы дірілдеп кетті. Ол орындыққа қайта отырды. Жүрегі ауырып кеткендей болды. Сонда мен ғана кінәлі емес екенмін ғой. Серік үнсіз басын изеді. Мен жұмыста жүрмін деп талай рет өтірік айттым. Неге? Өзін де білмейін. Ал мен ше? Мен сенің жалғыз қалғаныңды байқамадым. Айгүл алғаш рет күйеуінің көзінен жас көрді. Біз қашан осындай болып кеттік? Айгүлдің дауысы қарылап шықты. Балалар кеткеннен кейін шығар. Әлде одан бұрын ба? Екеуі де жауап бере алмады. Үйдің ішінде сағаттың тықылы ғана естіліп тұрды. Сәлден кейін есіктің қоңырауы соғылды. Екеуі бір-біріне қарады. Серік барып есікті ашты. Арман. Ол үндемей тұр екен. Кіруге бола ма? Серік біраз қарап тұрды да, кір. Арман ішке енді. Айгүл орнынан тұрып кетті. Сен неге келдің? Мен қашып жүре алмадым. Арман Серікке қарады. Кешіріңіз. Серік суық жүзбен. Не үшін? Дос ретінде сеніміңізді ақтамадым. Сол ғана ма? Арман үнсіз қалды. Айгүлге ешқашан жамандық ойлаған жоқпын. Бірақ сезімін болды. Иә. Ол да саған бейжай емес екенін білдің. Иә. Сонда да тоқтамадың. Арман басын төмен салды. Тоқтай алмадым. Айгүл көз жасын сүртіп, жетеді,
деді. Екі ер адам оған қарады. Бұған екеуің де кінәлі емессіңдер. Екеуі таңырқап қалды. Біз үшеуміз де кеш қалдық. Айгүл баяу сөзін жалғастырды. Біріміз сезімімізді айтпадық. Біріміз жалғыздықты байқамадық. Біріміз шекарадан аттадық. Соның салдары осы. Үшеуі де үнсіз қалды. Арман есікке қарай беттеді. Шығар алдында тоқтады. Егер сен менімен бірге кетем десең, мен күтемін. Осыны айтып сыртқа шығып кетті. Есік жайлап жабылды. Үй іші қайтадан үнсіздікке көмілді. Серік терезеге қарап тұр. Айгүл үстел басында отыр. Алдында екі жол тұрғандай еді. Бірі 30 жылдық некені сақтап қалуға тырысу. Екіншісі мүлде жаңа өмірді бастау. Қайсысын таңдайтынын өзі де әлі білмейтін. Арман есіктен шығып кеткен соң, үйдің іші тастай тыныштыққа бөленді. Серік те Айгүл де бір-біріне қарай алмады. 30 жыл бірге тұрған екі адамға айтатын сөз қалмағандай еді. Серік ауыр күрсінді. Мен бүгін інімнің үйіне кетемін. Айгүл үндемеді. Саған уақыт керек, маған да. Ол аз ғана киімін сөмкеге салып, есіктің алдына келді. Егер бір күні сөйлескің келсе, хабарлас. Есікті ақырын жауып шығып кетті. Айгүл үлкен үйде жалғыз қалды. Түн бойы ұйықтай алмады. Қабырғадағы ескі суреттерге ұзақ қарады. Міне, үйленген күндері. Міне, тұңғыштардың дүниеге келген сәті. Міне, теңізге алғаш барған кездері. Суреттердегі адамдар бақытты еді, ал бүгін сол бақыттың орнында үнсіздік қалған. Айгүл өзінен бір ғана сұрақ сұрады. Мен шынымен Арманды сүйем бе, әлде маған тек біреудің көңіл бөлгені ғана жетпей жүрді ме? Бұл сұрақтың жауабын таң атқанша іздеді. 2 күннен кейін Арман хабарласты. Кездесейікші. Айгүл ұзақ ойлан барып келісті. Олар алғаш кездескен саябаққа барды. Жаздың соңғы күндері еді. Жапырақтар сарғая бастапты. Арман оны көрген бойда орнынан тұрды. Қалайсың? Жақсымын. Жылағансың? Айгүл жымиған болды. Соңғы күндері көп ойландым. Арман үнсіз тыңдап тұрды. Арман. Иә. Сен маған қиын сәтте жақсы адам болып көріндің. Арманның жүзіне үні ұялады. Бірақ, сол бір бірақ бәрін өзгертті. Мен өзімді алдағың келмейді. Не айтқың келеді? Айгүл көзін төмен түсірді. Мен саған дер кезінде болмайды деп айтуың керек еді. Арман үнсіз қалды. Бірақ айта алмадым. Енді айтып тұрсың ба? Иә. Арман басын изеді. Сонда бәрі бітті ме? Иә. Сен оны жақсы көресің бе? Айгүл біраз үнсіз тұрды. Бұл енді ол туралы емес. Онда не туралы? Өзіңді жоғалтып алмау туралы. Арманның жанары мұңайып кетті. Мен сені бақытты етем деп ойладым. Сен жаман адам емессің. Онда неге? Себебі біреудің жарасын басқа адамның махаббатымен емдеуге болмайды. Арман ештеңе демеді. Айгүл сөзін жалғастырды. Мен жалғыздықтан қаштым. Сен жалғыздықтан қаштың. Екеуміз де дұрыс шешім қабылдамадық. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Арман қалтасынан кішкентай қағаз шығарды. Бұл кезінде Айгүлге берген телефон нөмірі жазылған қағаздың дәл сондай көшірмесі еді. Ол қағазды екіге бүктеп, жайлап, жыртып жіберді. Демек, осы жерден тоқтаймыз. Айгүлдің көзінен жас сырғып түсті. Рахмет. Не үшін? Маған әйел екенімді қайта сездіргенім үшін. Арман әлсіз жымиды. Ал сен маған адалдықтың әлі де бар екенін көрсеттің. Ол артына бұрылмай жүріп кетті. Бұл олардың соңғы кездесуі болды. Бродкестерс 3 ай өтті. Айгүл мен Серік қайта қосылған жоқ. Бірақ жауласып та кеткен жоқ. Екеуі заңды түрде ажырасты. Балалары алғашында қатты қиналды. Кейін бәрін түсінді. Өйткені ата-анасы өтірік өмір сүргеннен гөрі шындықпен өмір сүргенді таңдады. 1 жылдан кейін Айгүл бұрынғы жұмыстан шығып, шағын кітапханаға қызметке орналасты. Кітап оқуды қайта бастады. Өзіне уақыт бөлді. Құрбылармен араласты. Өмірдің 50 жастан кейін де аяқталмайтынын түсінді. Бір күні кітапхана терезесінің алдында отырып, сыртқа қарап күлімсіреді. Бұл жолы оның күлкісі ешкім үшін емес еді, өзі үшін еді. Сол сәтте телефонына қызының хабарламасы келді. Анашым, демалыста немерелеріңізбен сізге барамыз. Айгүл жымиып, күтемін құлындарым, деп жауап жазды.
телефонды сөмкесіне салып терезеден күн сәулесіне қарады. Бірақ сол өкініштің арқасында бір ақиқатты түсінді. Кейде адам біреуге болмайды деп айта алмаған үшін емес, өзіне уақытында шындықты айта алмаған үшін көп қателеседі. Соңы